Қалайсыңдар достар? Алдарыңызда iPhone 13. Тек өзі ғана емес, 13 mini және де келесі 13 Pro және 13 Pro Max. Қолымның қаралығына назар аудармаңыздар, алғашқы көз жүгірту кеттік. Алдарыңызда жаңа көк түс iPhone 13. Қораптары сол баяғы экологиялық қайта жаңартылатын материалдардан жасалған, табиғатқа зияны аздау болу керек. Қорап ішінде Type-C және Lightning кабелі орналасқан, және де қағаздары және SIM картаны шығаратын инесі бар. Бұл жаңа iPhone 13 ішінде iOS 15 орнатылған. Әрі қарай 13 mini-ді көрсететін болам. iPhone 13 mini-де қара түсті өзгеше кейіпте көрсеткен, олар басқаша атау қойды. iPhone 13 mini-дің қара түсін Midnight Black деп атайды. Бір сөзбен айтқанда, бұрынғыдан да қара түс. Сол баяғы 12 mini-дің камерасы диагоналды орналасқан түрі. Әрі қарай 13 Pro, камерасының үлкендігі көзге бірден түседі. Әрі қарай 13 Pro-ның ағасы 13 Pro Max жаңа Sierra Blue деп аталатын көк түсте. Әрине, әр жаңа iPhone шыққан сайын жаңа түске кезектер көп болады сияқты. Барлық линейканың комплектісі бірдей, тек қана кабель мен қағаздар болады. iPhone 13-дегі негізгі бізге қажетті өзгерістердің бірі ол батарейканың ұлғаюы, яғни сізге көбірек жұмыс жасайды. Әрине, батарейканың ұлғаюы ол салмақтың көбеюіне әкеледі. Негізінде 13-тің өзі жеңілдеу келеді, 13 Pro енді қолда ауырлау сезіледі. Әрқашан солай болған. Pro сериясы ауырлау келеді. Әрине, iPhone-ның фото және видео мүмкіндіктері одан да күшті болды деп айтсақ болады. Әрине, камераның мүмкіншіліктері жарық жетіспейтін жерлерді, көлеңкесі көп жерлерді жақсырақ түсіре алатын болды. Бірақ камерадағы суреттің немесе видеоның әдемі болып шығуы адамның өз қабілетіне байланысты. Сондықтан бұған көп тоқталмаймын. 12 Pro мен 13 Pro-ны салыстырсақ, 12 Pro-ның камера модульдері біраз кішірек екені көзге көрініп тұр. Енді сіздің қолыңызда 13 Pro екенін бәрі бірден байқай алады. iPhone 13 Pro мен енді макро режимді тема қылып түсіретін боласыз. Яғни жақындатып, үлкейтіп, керемет қылып. Келесі ProMotion режимі көздеріңізбен салыстырып отқандай 60 және 120 Гц-ті салыстырып отырық. 120 Гц-тік тек қана 13 Pro-ларда, 13 Pro Max-та болады. Яғни сіздің көріп отырған экрандағы суретіңіз немесе былай скроллинг жасаған кезде картинкаңыз орысша айтқанда плавный болып қозғалады. Енді iPhone 13-ті толығымен инновация, вау дейтіндей эффект болмаған сияқты, өзінше бұл 12S деп айтсақ болады. Жаңа дизайн шамалы 1-2 фишканы қосты, толық инновация деп айта алмаймын, себебі бұндағы фишкалардың бәрі бұрын Android телефондарда шығып қойған болатын. Енді неге iPhone дейсіз ғой, неге доширак жеп бұны алу керекпіз деп ойлайсыз ғой. iPhone-ды жасап шығарған кезде ол бір функцияны өте керемет деңгейде, жоғары дәрежеде орындап жеткізетін болғандықтан бұл өте қолайлы аппарат деп айтсақ болады. Егерде сіз бұрынғы 6, 7, 8, 10, тіпті 11-ші iPhone ұстап жүрсеңіздер, осы аппаратқа өтсеңіздер болады. Себебі бұлардың барлығында қазіргі уақытта өте керемет дисплейлар орнатылған. Екіншіден, жұмыс жасау уақыты ұлғайды. Бұл өте керемет көрсеткіштер. Үшіншіден, понт керек десеңіз, 12-іңізді сатыңызда осы 13-ті алып алыңыз. Ендеше бағалардың барлығы біздің сілтемемізде көрсетілген. Тағы да қосымша ақпарат керек болса, бізге жазыңыздар, жауап береміз. Және де ұмытпаңыз, лайк басып, барлығына таратып жіберіңіз.